Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді әрі әдемі болып шығатын рубай тортын жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Тортқа қажетті заттарды описанияға қалдыратын боламын. Ең бірінші, сары майымызға шоколадымызды салып, су моншасында ерітеміз. Құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Оның какао разрехтерді бір ыдысқа салып араластырып қоямыз. Енді жұмыртқалы масса дайындаймыз. Ол үшін 4 жұмыртқамызға қантымызды жақсылап салып, миксермен 5 немесе 7 минут бойы араластырамыз. Аппақ болып көпіруі керек. Қант міндетті түрде еруі қажет. Осындай аппақ масса болғанда шоколад пен сары майымызды қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Ұнымыз какао разрехтерімізді бірге електен өткізетін боламыз. Осындай біркелкі масса шығуы қажет. Мен бұл массаны 4-ке бөліп пісіретін боламын. Видеода көрсетілгендей жасасаңыздар, форма өте дайын әрі оңай болады, бірақ қарындашпен сызып жасасаңыздар да болады. Маған осылай оңай. 4 бөлікке бөлдім. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 7 минут пісіретін боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі пісіреді. Ағаш таяқшамен піскенін тексерсеңіздер болады. Енді крем жасаймыз. Крем жасау үшін сгущенка және крем беллария қажет. Оларды осындай қою болғанша араластырамыз. Мөлшерін описанияға қалдырамын. Осындай кондитерлік мешокқа кремімізді салып, гүлді тәрізді немесе шарик тәрізді етіп крем жағатын боламыз. Әркімнің қалауы өзінде. Енді бетіне шоколадты ганаш дайындаймыз. Ганашқа бізге осындай 3 шоколад, крем шоколадный. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Мен қостым, маған қосқан өте ұнайды. Бұның ішінде майы өзінде болғандықтан мен сары май қосқан жоқпын. Енді шоколадымызды торттың бетіне құйып, осылай әдемілеп құясыздар. Әркім өз қалау бойынша әрлесе болады. Мен туған күнге жасағандықтан сіздерге кесіп көрсете алмадым. Торт өте дәмді болып шықты. Каналға тіркеліп кетіңіздер.